Сәлем достар, бүгін сіздерге өмірлерінде жігітке қарауға тыйым салынатын монашкалар жайлы кино шолу болма. Ал фильм басында есегі қашып кете беретін монашка неге бұл есек қашып кете береді деп құрбысымен ақылдасып тұрады. Содан монахиня қызды қайда болдың деп сұрайды. Қыз есекті іздедім дейді. Қыздардың арасында ең сүйкімдісі Александра, оны қызғаныштан көре алмай әрдайым жамандап жүреді. Сол құрбылары бір жамандауында кітаптан бір ұятты суретті қарап қояды. Александраға әкесі келіп, қал жағдайын сұрап кетеді. Бірақ әлі оған тұрмысқа шыққанға жігіт таппадым дейді. Жолда түскі асқа бара жатқан қыздар, шалды көріп қалып оны жерге жатқызып, ұрғыштап дөрекі сөйлеп кетеді. Осы сәтте екінші кадрға фильм ауысады. Бай князь түскі ас ішіп жатқан кезінде, оның әйелі басқа жігітке көңіл бөліп, қырмыңдап тұрады. Түнде князь бөлмесіне кірсе, әйелінің қасынан сол еркек қашып шығып кетеді. Оның артынан князь іздеп жүріп, шашын кесіп алып кетіп, таңертең кім екеніңді анықтаймын дейді. Ал қу жігіт қасындағы достарының да шашын солай кесіп тастайды. Таңертең князь сол жігіттің қулығынан кім екенін таппай қалды. Әйелі болса, енді олай жасамаймын деп князьға тисе бастайды. Түсте әйел сол жігітті ұстап алып, сүйгіштей бастайды. Оны көрген күйеуі жігітті алып келуін бұйырады. Ал жігіт болса қашып отырып орманға кіріп кетеді. Ол жерден арбасы аударылып қалған шіркеу адамын көреді. Жігіт арбасын жөндеп көмектесіп жібергенде, оны шіркеуші өзімен бірге жүрін сұрайды. Жігітті алып келіп, оған нан беріп тамақтандырады. Содан шарап құйып екеуі тірелгенше мас болып қалады. Жігіт солай ішіп алып, сиініп, өзінің ойындағына айта бастайды. Солай жігітті монашкаға апарып, оны осы жерге жұмысқа алайық деп алып алады, бірақ жігіт сөйлей алмайды деп айтады. Бұл жігітті барлық қыздар бірден байқап қояды. Александра мен екі қыз ұрсып тұрғанда жігіт кіре қалады. Оны көрген қыздар шабуылдап кетеді. Ал бас монашка сол сәтте жүгіріп келіп, құтқарып қалады. Александра жұмысына керек ағашын жөндейін деп Масеттадан көмек сұрайды. Түнде жігіт пен шіркеуші екеуі тағы шарап ішеді. Олардан шарапты ұрлап кеткен қыздар, оларда масайып қалады. Масайып қалған қыздар, жігітпен болған қандай ләззат деп қыздарды қоздыра бастайды. Масайған қыздар бір-бірімен түнді ыстықтай өткізіп алады. Таңертең Масеттаға Александра мата тоқып бердім. Александра қыздарға келіп не болғанын құрбыларына айтып береді. Екі құрбысы орманда шөптерді қайнатып ішіп, боянып Масеттаға келеді. Ол жерде қыздар жігітті қорқытып, шешіндіріп қоздырып тастап кетіп қалады. Жігіт түк түсінбей қалады. Шіркеуге шіркеу үлкендері келеді. Оны білмеген Александра мен жігіт іс-әрекетін бастап кетеді. Сол сәт мыңқау әйел кіріп қалады. Қыз оны байқап орындыққа отыра кетеді. Артынан поп та келеді. Оны қызғанып жүрген Геневра жас қыз бәрін бас монашкаға айтып беріп, өзде қайдағы жоқ шөпті ішіп алып, бетін қып-қызыл қылып бояп алады. Александра мен жігіт бастайын деп жатқан кезде Геневра кіріп қалады, ал Александра тығылып қалады. Геневра жігітті сүйіп, маған қыздар ұнайды екен дейді. Сол сәтте тағы біреу кіріп қалады, Геневра тығылып қалады. Сөйтсе Александра да тұр екен. Құрбысы келіп, жігітті қорқытып, байлап алып кетеді. Қыздар артынан еріп отырды. Орманда от көрінеді, айналасы толған жалаңаш қыздар. Масеттаны байлап тастапты. Қыздар үстіне шығып алған кезде Геневра да жалаңаш келіп алады. Оны байқаған қыздар айғайлап қашып кетеді. Геневра бір қызды ағашпен ұрып құлатады да шіркеуге келіп, барлығын айғаймен оятып алады. Бәрі шығады. Сол сәтте жігіт сөйлеп кетеді. Оны бәрі біліп қойып, келесі күні кішігірім сотқа салады. Бас шіркеушіні басқа қалаға аударады, ал қыздарға пост ұстауды бұйырады. Ал Масеттаны өз князына қайтарып әкеледі. Қыздар өз тыныш өміріне келіп, бір-бірінен кешірім сұрап отыр. Князь жігітке келіп, әйелін өлтіріп тастап, басқа әйел алғанын айтады. Және Масеттаны қинап өлтірем асықпай деп қорқытады. Сол сәтте қыздар келіп құтқарып қалады. Ал бас шіркеуі монашкамен тығылып кездесіп жүреді.